Сәлеметсіздер оқушылар, мен номер 5-ші орта мектептің 4-ші Б сынып оқушы Еркін Жалғаспын. Бүгін мен жаратылыстану пәнінен эксперимент жүргіземін. Эксперименттің тақырыбы денелер суда қалай жүзеді. Эксперимент жасау үшін маған пластилиннен жасалған екі зат керек. Бірінші зат ол пластилиннен жасалған дөңгелек. Ал екінші зат болса ол пластилиннен жасалған тәрелке тәрізі. Олардың салмағы бірдей. Бірінші біз суға дөңгелекті саламыз. Сіздер көріп тұрғаныңыздай дөңгелек тез батып кетеді. Ал тәрелке болса батпай суда жүзе береді. Ол демек денеге су тарапына әсер ететін кері итеруші күш оның көлеміне байланысты болады. Егер суға батырылған дененің көлемі үлкен болса, кері итеруші күш те үлкен болады. Ол күшті Архимед күші деп атайды. Солай мен экспериментім аяқталады.